организм біз ешқашан алауыздық болған емес, өтірік сөздер, информация айтқан емес, жанымызды береміз. Өйткені біз көрерменге шын жүрегімізді бермесек, съемки идут зачем? Кім айтады сізге? Сондықтан рахмет сізге келгеніңізге. Шынымен де бізге творчествоны ойлайтын, халықты ойлайтын. Кім шақырады? Біз шақырмаймыз, сіздер өздеріңіз енді айтсаңыздар. Мен айтып тұрмын ғой, а мен никогда өтірік айтпайтын адаммын. Кім айтыңдар? Любойның бетіне айта саламын, не ойлағанымды. Так что, кешіріңіздер, бұндай ақпаратты жалау өтіп ұстап, ойбай театр жабылайын деп екен, ойнамай. Никакой ондай бір сөз болған емес. Айтқан сөздеріңізді абайлап айту керек. Бұл енді шындыққа келмейді ғой. Жалпы былай қарағанда, шындық ақпарат бермегендеріңіз үшін, ол да мысалы бүгінгі заманда бәрі заңды түрде қарастырылады. Қандай деңгейде бұл дипломный спектакль ғой. Бұл ят нәрсе. Қазір біздің деңгейіміз плинтустан төмен түсіп кетті. Құрметті әріптестер, бұндай алауыздық, қазір бәріңіздер айтып отырсыздар, бір жыл бойы мына Сәбит мырзаның басқаруымен екінші рет осындай дау-дамайға ұшырасып отырмыз. Әр кәлләде бір қиял. Біреуге ұнамайды, ол өнер. Шедеврдің өзі ұнамаған кезінде. Кезінде осы қазір ұлы өнер деп басымызға қойып жүрген Тақиялы періштенің өзінде кезінде де сынаған кездері болған. Ол өнер болған енді әркімнің көңілі әрқалай ғой. Қобыланды қойылды әуесіптің. Оны осы Қазақстандағы ең мықты режиссер, номер 1-ші режиссер. Декорацияны қараңызшы қандай ауыр. Бұл технический составқа зарплата қосыңыздаршы. Браво, әбден дұрыс айтасыз. Қазір бір секунд. Мен нақты қойылған сұрақтарға 4 сұраққа жауап берейін, содан кейін сұрақтарыңызды қоясыздар. Бірінші сұрақ, мынау 14 миллион өтеп берді деген мәселе бойынша мен айтып кетейін деп едім. Министр ханым, сіздерге қазір білем, әрине, оны айтыңыз, әрине. Дұрыс. Мына не дегенсіз, кішкене сабырлық жасаңыздар. Мәдениеттіксіз ғой. Министр ханым, сізге қазір біздің өтінішіміз, бізге кім келсе де, біз директормен қолтықтасып жүрмейміз. Біз қандай директор келсе де өзіміздің жұмысымызды істейміз. Бірақ өтініш сіздерден, министрліктен, дені сау, өресі зор, талғамы бар адамды алып келгендер, біз қолдаймыз оны. Рахмет. Наурыз сан рет жасалды, бірақ дәл осы Сәбиттікіндей жасалған жоқ. 600 балаға, жетім балаға сыйлық жасап, арнайы жылқы сойып, дастархан жайып, жетім балалар, жетім көрсең жебей жүр. Сонда үлкен сауапты іс жасады Наурызда. Соның өзі біздің жүрегімізге керемет бір ерекше мені ұялатты. А мен соны Сәбитті мен танымайын да, білмеймін де, сол еңбек үшін мен жүрегімнен орын алып отыр. Абай не дейді? Ортаға біліміңмен сыймайсың, мінезіңмен сыясың дейді. Сол мінез деген не? Турашылдық, әділдік, ешкімді бөлмей, батыстікі ме, шығыстікі ме, Алтайдікі ме, Шымкенттікі ме бәрібір оған. Театрдың есебінен дейік 1 миллион ақша штраф жасады Сәбит. Директор дейміз. Ол да неге жасады дейміз. Осында қазір айтып жатырсыздар, осында құрылыс болады деп. Ол құрылыс бола ма, болмай ма, ол да сұрақ. Өйткені Сәбит Әбдіхалықов жобалық сметалық құжаттарды жасамады. Күні бүгінге шейін. Соны сұрап звондады осы қасында отырған вице-министр. Қалай болып жатыр? Мысалы, ол әкімшіліктің, министрліктің құқығы бар оны сұрауға. Қалай жұмыстарыңыз болып жатыр? Өйткені сіздер, біздер бәріміз қоғам болып, осы театрдың құрылысын күтіп отырмыз. Үкімет қолдап отыр. Сол үкіметке беретін жобалық сметалық құжаттар осы күнге дейін жоқ. Бір жыл бұрын осы театрды басқаруға Сәбит Әбдіхалықов мырза келді. Ол кісі келгенде мен өзімнің іштей протестімді бірден 0,5 ставкаға кетіп қалдым. Мен бұндай кісімен жетекшілікте істей алмаймын. Өйткені бұл Әуезов театры, қара шаңырақ, бұған өресі зор, білімді, ақылды, мәдениеті, ішкі мәдениеті бар өнегелі адам болу керек. Мен толықтай келісемін Дария Маликовнамен. Ондай кісінің
жетекшілігінде мен жұмыс істей алмаймын. Неге десеңіз, қараңызшы өздеріңіздер, әріптестер, Ысқақ, әзіл Ысқақ әлемінің бір адамы бүкіл драма театрын, Қара шаңырақ бірінші алғашқы театр, Қазақстанның театрын басқарып отыр. Бұл өзі факт, өзі сұмдық қой. Қалай шыдап отырсыздар, қалай көріп отырсыздар бұны? Мен шыдай алмаймын ондайға. Қаңтардың ішінде Сәбиттің өзі келіп, мына электрондық пошта арқылы өзі жұмыстан босатыңыз деп хат жазды. Сосын өзі бюллетенге шығып кетті. Сондықтан күні бүгінгіде ол бюллетенде болған адамды білесіздер. Заң бойынша біз ешқандай да қадам жасай алмаймыз. Сондықтан оның шығуын күтеміз.